صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Осының бірінші шахманды айтып түсіндірейік. Мынау шахманның маркировкалары, маркалары, модельдері қалай бөлінеді. Шахман ең бірінші шыққан моделі ол F2000 деген модель. F2000. Бұл модель маннан бірдей копиясы. Манның бірдей копиясы. Басында шахмандар, қытайлар осы ман деген германский машинадан точно копиясын жасаған. Бұның кузовной заттары, мостысы, барлық нәрсесі осы манмен бірдей болған. Ман F2000-нің заттары манға точно келеді, ескі мандарға. Алдыда точно манға келеді. Одан кейін бұлардың номері, артикулдары 81 точка деп жүреді. Манның да өзінің заводской несі артикулы 81 точка болып басталады. Сол үшін қытайлар осы артикулды 81 точканы өздеріне деп пайдаланады. Мысалы 81 точка 253, 20, тағы бір 2 сан болады, 15 деген сияқты. Осындай сандарды көретін болсаңыздар, бұл F2000-ға арналған ескі модельдің артикулы. Бұдан кейін жүретін қытайлар одан кейін копия жасаны өздері разработка жасады. Өздері ойлап тауып F3000-ді шығарды. F3000-нің уже бұл маннан бөлек кейбір заты F2000 мен F3000-дікі бірдей, бірақ кейбіреулері сәйкес келмейтіндеріне бұлар DZ деген номер берді. DZ деп басталады. DZ, сосын бір 10 шақты сан тұрады, осы барлығы F3000-ға. Бұдан кейінгі артикулдардың барлығы F3000, X3000 бар, X5000 бар, X6000 деген шығады, M3000 бар. Бұның барлығы осы DZ деген номермен жүреді. Бұл айтып жатқан двигательден бөлек. Двигательді шамалдан кейін түсіндіріп кетемін. DZ дегенді көретін болсаңыздар, бұл F2000 емес, F3000. Кейбір F2000-де DZ дегендер жүреді, өйткені артикулдары F3000-ға да келетін заттар F2000-ға да келеді ғой. Сол үшін олар DZ-ны қойып кеткендері бар. Екі артикул болады одан. Содан кейін көрсететініміз бұл хоба. Хобаның енді толық бір несінің маркировкалар, модельдерін білмеймін. Көргендерім A7 дегендер бар. Ол бізде аз. T5G деген бар. Бұндайлар аз. Сосын 2007, 2010 дегендер бізде бар. Жылмен бөлінеді бұлар. Бұлардың хобаның артикулдары мынадан басталады. A, Z деп басталады. Сосын 199 деп басталса хобаныкі. Сосын WG деп басталса, бұл да хобаныкі. Сосын 99 деп басталса. Сосын айтпақшы айта кететін кейбір өте аз BZ деп басталатындар бар. Бұл хобада да жаңағы шахманда да кездеседі. Бұл айтып кеткен хоба. Енді двигательге келетін болсақ, двигатель. Осылардың двигательдері. Қандай түрлері болады? Ең бірінші модельдер WD-615. WD-615. Бұның екінші номері VP10 деп тұрады. Бұл простой электронный форсунка емес, простой форсункалар болады. VP10 дегендер. Бұлар бұның евро 3 түрі бар. WD-615 евро 3 деп тұрады. Ол электронный форсункамен. Мыналар механический форсунка евро 2 деп тұрады. Евро 2. Содан кейін WD-618 дегендер бар. Бұл айтпақшы хобада тұрады, шахманда тұрады. WD-615 сосын погрузчикте де тұрады. LW300-да, LW500-да білмеймін точно тұрама тұрмайма. LW300-да тұрады. Сосын WD-618 дегені бар. WD-618, VP12. Бұлар электронный форсункалар. Электронный форсунка. Бұлардың артикулдары 612 деп басталады, 615 деп басталады. Жалпы осы 6-дан басталып жатса, 618 деп басталып жатса, бұны түсінуге болады. Бұл мотордың запчастьтің айтылып жатыр деген сөз. Соны білдіреді.
тағы бір айтып кететін нәрсе, мынаның төбесіндегісін бір өшіріп жіберейін. Коробканы да айтып кете салайын. КПП бұл жақта бөлінеді. КПП фулдер деген бар. КПП фулдер деген бар. Сосын КПП фаст деген бар. Фаст болса есіме түспей тұр. КПП фаст. Бұлардың артикулдары мен білетін. Бұл 9 скорость болып бөлінеді. Сосын 12 скорость болып бөлінеді. 9 скорость. 9 скоростың усиленный болып бөлінеді. Не усиленный болып бөлінеді. Мына усиленный, не усиленный деп қойын. Мынау 12 скоростта да сондай. Не усиленный, усиленный болып бөлінеді. Бұлардың артикулдары былаймен жүреді. 9 GS деп жүреді. 12 GS деп басталады. 12 GS деп басталады. Бұл бәрі осында артикул көретін болсаңыздар, бұл GS деген нәрсесі бар. Артикул көрсеңіздер, бұл коробканың заты дегенді білдіреді. 9 GS 120 деп жүреді, 120T деп жүреді. Сосын 9 GS-та, 12 GS-та осылай жүреді. Сосын 180 деп те жүреді, 180T деп те жүреді. Бұл несі өте көп артикулдар. Бұл қазір тоқтата тұршы, қазір тағы информацияны соткіден. Бәрінде GS деген бар. Түсіріп атсын ба? Мына 12 GS-де 160, 200, 220 сөйтіп бөлінетін әшті ше.